Сәлем, оқушы. Каналға қош келдіңіз. Лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге Бану Аманқызы. Бүгінгі подкастымызда әлем әдебиетінің нағыз феномені, қазақ поэзиясының жұлдызы Мұқағали Мақатаевқа арнаймыз. Бұл подкастта Мұқағали туралы қызықты деректермен бөлісеміз және оның шығармашылығына тереңірек үңілеміз. Қызық болса, бірге болыңыз. Мұқағали Мақатаевтың «Ертең біз жол жүреміз» өлеңін білесіз бе? Бұл өлеңде ол болашақ атты өмірге қадам басарда жауапкершілік пен адамгершілікті басты ұстаным ету керектігін түсіндіреді. Жалғыз шумақтың өзінен бізге таныс естіледі. Жасым бар, жігіт желең, шалдарым бар. Ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар. Ақынның терең ойлары өз оқырманына нағыз өмірлік сабақ боларлық философия сыйлайды. 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданындағы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали поэзияға 10-11 жасында бет бұрған. Ауыл мектебін 1948 жылы тәмамдаған болашақ ақын өзінің алғашқы өлеңдерін аудандық газеттерде жариялап үлгереді. Мұқағали поэзиясы ұрпақ жүрегінде жыр болып қалған мұра. Оның маңызды туындыларына аққулар ұйықтағанда Райымбек, Мавр поэмалары жатады. Ал хикаяттарынан Қос қарлығаш, Жыл құстары, әңгімелерінен Құлпытас, Марусяның тауы, Әже есімізде. Сондай-ақ оның 1960-1970 жылдары өлеңдері жиі жарық көріп, әдеби ортадан зор баға алды. Әбіш Кекілбаев оны ұлы құбылыс деп атағаны да ақын шығармашылығының асқақ екенін дәлелдейді. Мұқағали Қазақ радиосында диктор болып қызмет атқарып, Бибігүл Төлегеновамен бірге жұмыс істеген. Ол туралы көп сырды ауылда тіл маманы болған Ораз ақын Асқар жеткізген. Бұл қарапайым ауылдан шыққан ақын өмірінің ерекше жақтарын көрсетуге көмектеседі. Мұқағалидың өлеңдері ұрпаққа жол көрсеткен жарық сәуле. Оның айтқан әрбір ойы жас буынға өнегелі. Ендеше өзіңізге ұнаған деректерді бөлісіп пікір қалдырыңыз. Подкастымыздағы әңгіме сізге шабыт сыйласа, біз қуаныштымыз.